Действительно, ақша табатын стратегиядан ақша тапқыларыңыз келсе, онда біздің сабақтарды рет-ретімен қарап шығыңыздар. Ары кетсе 2-ақ күн уақыттарыңыз алады. Біздің сабақтарды рет-ретімен қарап шығу үшін видеоның астында менің каналым тұр. Сол каналым үстінен бассаңыздар, плейлист деп шығады, немесе ойнату тізімдері деп тұрады. Соның үстінен басқаннан кейін сіздер сабақтарды рет-ретімен көріп шыға аласыздар. Егер де сіздерге қандай да бір нәрсе түсініксіз болса, кері байланыс қажет болып жатса, онда менің cryptoplus.ulaskan атты инстаграм парақшама тіркеліп алыңыз, және сол жақтан кері байланыс алсаңыздар болады. Сізге сәттілік, сабақты бастаңыз. Бұл сабақта мен сіздерге кошелектер жайлы айтып өтетін боламын. Кошелектерді қалай қолданамыз, иә? Жалпы Binance платформасының ішінде неше түрлі кошелектер бар. Қарасаңыздар, міне, обзор деген енді общий, спотовый деп тұр, пополнение, earn, futures деген жалпы тұр, иә? Біз егер фьючерста торговать ететін болсақ, онда міндетті түрде ақшамызды фьючерсқа өткізуіміз керек. Біз басында P2P арқылы сатып алған кезде міндетті түрде пополнение тұрады. Пополнение былайша айтқанда ақшаның кіруі немесе шығуын сақтайтын жер, былайша айтқанда. Қандай да бір ақша шет жақтан түссе, міндетті түрде ақшаңыз пополнение тұрады. Немесе қандай да бір ақшаңызды, яғни пайдаңызды, бір айдан кейін, 2 айдан кейін пайдаңыз шығарыңыз келсе, міндетті түрде ақшаңыз пополнениеге өткізіп барып, тек қана сол кезде ғана шығара аласыздар. Одан кейін спотовый деген бар. Спотовый деген бұл жалпы айырбастауға арналған. Яғни белгілі бір монетаны, например, USDT-ны биткоинға айырбастайсыз. Биткоинді эфириумға, BNB-ға деген сияқты айырбастау үшін арналған былайша айтқанда кошелек. Немесе сақтауға да болады. Бұл жақта жағдай биткоин сатып алып, сол жақта сақтауыңызға да болады. Жалпы осындай қызметтерді атқарады. А фьючерс деген бұл жақта сіздер кәдімгі плечомен, біз өзіміздің стратегиямен немесе жалпы осы жақта торговать ету үшін қолданамыз, фьючерс бөлімінде. Енді бізде ақша P2P арқылы сатып алдық, біз міндетті түрде ақшамыз қазір пополнение тұр. Біз торговать ету үшін міндетті түрде ол ақшаны фьючерсқа өткізуіміз керек екен, Оны өткізу үшін міндетті түрде осылай көрініп тұрады. Сізде, например, $500 болса, $500 деген сияқты. Перевод деген кнопканы басасыздар. Басқаннан кейін сіздерде дәл осындай шығады, бет шығады. Төбесінде пополнение, из пополнения на futures USDM. Coin M деген бар, оны қолданбайсыздар. Futures USDM дегенді қолданасыздар, міндетті түрде. Соған астына таңдайсыздар, Үстінен бассаңыздар, неше түрлі жаңағыдай виверлар шығады. Стоп, то есть спотовыйға, earnға деген сияқты, жалпы кросс маржа деген сияқты, жалпы сол жерде шығып тұрады. Сіздер оның ешқайсысын таңдамайсыздар, Futures USDM дегенді ғана таңдайсыздар. Одан кейін USDT деген бар, и одан кейін астында Max дегенді басасыздар, немесе белгілі бір сумманы жазсаңыздар болады. Мысалға 400 USDT деп жазуға болады жерде қолмен, немесе Max десеңіздер, барлық суммаларыңыз қойылады. Подтвердить перевод деген кезде сіздер толыққанды ақшаларыңызды, пополнениедегі ақшаны фьючерсқа ауыстырдыңыздар. Ок деген кезде уже сіздер не болады? Фьючерсте ақшаларыңыз 0 болады, то есть пополнениеде ақшаларыңыз 0 болады, ал фьючерсте ақшаларыңыз сол $500 болып көрініп тұрады. Енді сіздер бұл ақшамен сіздер уже торговать етіп бастауға мүмкіндік ала аласыздар. Яғни мүмкіндік бар уже. Жалпы келесі сабақтан бастап уже сатып алу түрлерін, жалпы сондай сабақтарды көрсететін боламын толыққанды. Келесі сабақта кездескенше ақшаларыңызды міндетті түрде өткізіп алыңыздар.